Қайырлы күн достар, сіздермен Үрбіш Әмір, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше кешкі ас дайындайтын боламыз. Аты тасбақа баклажан деп аталғанымен, дәмі өте ерекше, дәмді және нәзік болып шығады. Мұнымен отбасыларыңызды тіпті таң қалдырасыздар. Видеоның соңына дейін көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше достар, сәттілік. Бізге 2 баклажан керек, ол жіңішке емес, осындай томпақ, үлкен болғаны жақсы. Жақсылап тазалап жуып, орта бөлігінен кесіп, оны тағы да орта белінен 2-ге бөлетін боламыз. Енді баклажанның сыртын тасбақаның сырты сияқты кесетін боламыз. Ол үшін соңына дейін кесіп жібермеу үшін екі жағынан тіреп тұратын осындай бір зат керек. Мен пышақты пайдаландым. Қасық, вилка, кез келген затты пайдалансаңыздар болады. Тек баклажанды кесіп жатқан кезде соңына дейін тіліп кетпеу керек. Міне кескен кезде осылай аралары көрініп тұрған болу керек. Міне артын қараңыздар, еш жері кесіліп кетпеген. Дайын болған соң 1 шай қасық тұз салып, су құйып, суды бататындай етіп құйып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Салмасына тартылған ет керек. Оның үстіне 1 дана пиязды, осындай орташа көлемдегі пиязды өте жұқа етіп тураймыз, немесе күштен өткізсеңіздер болады. Үстіне 3 дана сарымсақты езіп, немесе осылай күштен майда етіп өткіземіз. Дәмдеуіштер, тұз, паприка, қарабұрыш қостым. Оның үстіне 1 жұмыртқаны шағып, толтырылған 1,5 қасықтай ұн қосамыз және жақсылап араластырамыз. Міне суын төгіп тастадық, баклажандар дайын. Енді арасына осындай шанышқының көмегімен алып, біздің салмамызды салатын боламыз. Барлық жаңа кескен жеріміздің араларына салып шығамыз. Келесі баклажандарымызды қызып тұрған майда 2 бетін қызартып 5 минуттай қуырып аламыз. Ең қарапайым соус дайындаймыз. Ол үшін суға 2 ас қасық қызанақ пастасын, яғни томатный паста немесе осындай қызанақтың өзін блендермен езіп алып қоссаңыздар болады. Оның үстіне 1 шай қасық тұз және шекер қосып, яғни қант қосып, жақсылап араластырамыз. Табамызға құйып, оның қайнағанын күтеміз. Осылай қайнап шыққан соң барлық баклажандарды орналастырамыз. Қақпағын толықтай жауып, өте баяу отта 30 минутқа қоямыз. Міне біздің тасбақа баклажандар дайын. Бұл тағамның қасына кез келген гарнирмен ұсынсаңыз болады. Мен күрішпен ұсындым. Пюре, макарон, гречка ұсынсаңыз болады. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмір. Егерде видео рецепт ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша.